кенжеғұл түсіпбекұлы 1948 жылдың 2 қыркүйегінде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданына қарасты үлкен ауылының Жекежал бөлімшесінде дүниеге келген. Асыл атамыз әулеттің кенжесі еді. Балалық шағы туған жерінің кең даласында алаңсыз өтті. Еңбекті ерте танып, адалдықты өмірлік ұстанымына айналдырды. Ауыл шаруашылығында агроном болып еңбек етіп, туған жерінің өсіп өркендеуіне үлес қосты. Кейін өмірінің соңғы 5 жылын Қазақмыс корпорациясында абыроймен еңбек етіп, сол жерден зейнеткерлікке шықты. Өмірлік жары аяулы Шарбат әжемізбен бірге тату шаңырақ құрып, ұрпағына тәлім мен тәрбие, мейірім мен адамгершіліктің үлгісін қалдырды. Атамыз туысты бәрінен биік қойған жан еді. Әрбір ағайынның амандығына қуанып, қиын сәтінде қасынан табылатын. Кең пейілділігімен, ақ көңілділігімен, әзіл қалжыңмен айналасына шуақ шашып жүрді. Өмірді ерекше сүйетін, адамдармен шынайы қарым-қатынасты жоғары қоятын жан еді. Бүгінде арамыздан кеткеніне 10 жыл өтсе де, аяулы атамыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталып келеді. Адам өмірден өтеді, ал оның жасаған жақсылығы, тәрбиесі, артында қалдырған ізі мәңгі жасайды. Сіздің өміріңіз біз үшін үлкен өнеге, ал есіміңіз мақтаныш. Жас едім, өмір еркін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Шарықтап қанат қағып кетсем дағы, өзіңдей қамқор әке қайдан маған. Шарықтап қанат қағып кетсем дағы, өзіңдей қамқор әке қайдан маған. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудемді қуанышқа толтырасың. Арманның асқарына қол ашырсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Арманның асқарына қол ашырсам, алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Соның жолдасымын, қуан сен қуана бер әкетайым. Мен сенің өміріңнің жалғасымын. Қуан сен қуана бер әкетайым. Өзіңдей қамқор әке қайдан маған. Жаныңыз жаннаттың төрінде шалқысын, асыл ата. Сіздің мейіріміңізді, ақылыңызды,
күлкіңізді және өзіңізді мәңгі сағынамыз